Батыс Қазақстан облысында 27 жасөспірім қыз жүкті болып қалды. Жүкті болған қыздардың дені 17 жаста. Батыс Қазақстан облысында кәмелетке толмаған 27 қыздың жүкті болғаны анықталды. Жүкті болған қыздардың дені 17 жаста. Батыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының мәліметі бойынша ерте жүктілікке ұрынған қыздардың 4-еуі ауылдық жерде тұрады. Ал 9 қыз нәрестесін аман-есен өмірге әкеліп үлгерген. Дәрігерлер жас аналардың денсаулығы бірқалыпты екенін айтады. Дегенмен жетілмеген ағза үшін жүктілік пен босану денсаулыққа өте қауіпті. Мамандардың сөзінше, жасөспірімдердің жыныстық сауаты өте төмен және ерте жүктіліктің негізгі себебі осы. Жастар денсаулығы орталығымен 2025 жылдың алғашқы жартыжылдығында 15.361 кеңес өткізілді. Бұл тек келіп кеткендер ғана емес, мектептер мен колледждерге барып та түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Негізгі тақырыптар ерте жүктіліктің алдын алу, отбасын жоспарлау және жыныстық жолмен берілетін аурулардың алдын алу деді. Батыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының бас маманы Айнагүл Нұрболатқызы. Сарапшылар не дейді? Мамандар ерте жүктіліктің денсаулыққа ғана емес, қыз баланың психикасына, әлеуметтік жағдайына да кері әсері бар екенін айтады. Сонымен қатар отбасында, мектеп пен қоғамда бұл тақырып әлі де жабық күйінде қалып отырғанын айтады. Ерте жүктіліктің қаупі қандай? Жасөспірім қыздың ағзасы физиологиялық тұрғыдан толық жетілмегендіктен босану кезінде асқыну қаупі жоғары болады. Бала денсаулығына қауіп төнеді. Қыздың білім алуына, болашақ жоспарына кері әсер етеді. Әлеуметтік стигма